Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің аты жөнім Әбілов Қуат, композитормын. Видео обращение бұл жерде Баян Сұлу деген әнші қыздарыңызға. Келеді мені көргін, көре бергін. Мінекей, мынау сотқа шақырту қағаз. Бізде мәселе мынандай болып жатыр. Баян Сұлу деген қыздарыңыз қазір енді сотқа шақырып жатыр мені. Мен композитормын, сол Баян Сұлудың 5 бірдей әнін жазған автормын. Ұмытсам да сондайым бар, ауа райы, күтемін, осы 5 ән жазған композитормын. Бұл жерде бізде үлкен бір мәселе болып жатыр. Мәселе болып жатырған себепті мен сіздерге видео үндеу жолдап жатырмын. Баян Сұлу басында келген кезде ешқандай аты жоқ, ешқандай әні жоқ. Аға, мені хит қылсаң, бізге маған ешқандай да ақшаның қажеті жоқ. Мені хит қылсаң болды деп келген қыз. Қолымнан келгенше максималды жұмыс жасадым. Максималды 5 бірдей ән жаздым. 5 бірдей әні 5-еуі де Аллаға шүкір хит. Ол үшін сіздерге халқым үлкен рахметімді, алғысымды айтамын. Менің әндерімді осылай тыңдап хит қылғандарыңызға, жақсы жүрек жарды лебіздеріңізді білдіріңізге үлкен алғысым шексіз. Енді қазір менде үлкен мәселе болып жатыр. Мен автормын, менің авторыма әндеріме ешқандай да қаламақы төленбеген. Мен тегін жұмыс жасадым. Қолымнан Қайырлы кеш, барлықтарыңызға сәлем. Видеоны кеш салып жатқанның себебі ағалар толық өзінікін айтып алсын дедім. Өйткені менің айтатын әңгімем өте ұзақ. Бірінші мәселе, бүгінгі Қуат Әбіловтің маған жолдаған бейне жазбасында жалған ақпараттар таратылған. Ол жала жабу болып табылады. Өйткені оның қолында көрсетіп тұрған қағазы сотқа келген. Оның әнге мүлдем қатысы жоқ. Ол жерде менің өзімнің абыройым, өзімнің жеке құқығымды қорғауға арналған құжаттар еді. Және де осы жалған ақпарат таратқан үшін біз заң жүзінде шара қолданамыз. Екінші мәселе, әндерге келетін болсақ, мен ол әндердің төлемін жасаудан ешқашан бас тартқан жоқпын. Келісілген бағадан 3 есе баға ұлғайып кетуінің себебінен менің қалтам ол ақшаны көтере алмады. Бірақ кеше біз Қуат Әбіловпен определенный бір сумаға келісіп, қол алысып, сол жерде келісіп кеткен болатынбыз. Және де артынша 2 сағаттың ішінде біз договорды әкелдік алдына. Әкеліп тұрсақ, ол өзінің ойыннан айнып қалғанын, және де әндерді бүкіл жерден удалить ететінін, өшіретінін айтты. Үшінші мәселе, әндердің құқығы. Мен осыдан 2 жыл бұрын, 2024 жылы, жеке клиент ретінде өз ақшаммен Қуат Әбіловтің гонорарын толық төлеп, ұмытсам да әнін сатып алам толықтай. Және де ол ән 1 жыл бойы ешқайда шықпай тұрады, менде тұрады. Менің қателігім, ол әндерді сатып алған кезде договор жасатпағанмын, бірақ перевод, чек барлығы сақталған. Сол әнді 2025 жылдың көктемінде Әлшер Бұрханов, менің бұрынғы продюсерім, естіп ұнатады. Және де сол әнді видео жазып, сниппет түсіріп, халыққа тыңдатуға ұсыныс тастайды, және де өзі көмектесетінін айтады. Солайша ол ән тыңдармандардың жүрегіне жетіп, ол үшін тыңдармандарға рахмет, жүрегіне жетіп, үлкен хит болады. Сол кезде Қуат Әбілов маған шығады. Ол әннің хит болуымен құттықтап, бізді студияға шақырып, егер жаңа әндер іздеген болсақ, бізбен бірге жұмыс жасауға дайын екенін айтады. Солайша мен Әлшер Бұрхановпен сол кезде договорға отырам, яғни продюсер, әртіс ретінде екеуміз келісімшартқа отырамыз. Солайынан студияға барамыз, Қуат Әбілов пен Әлшер Бұрханов өзара келісім жасайды әндерге. Менің естуім бойынша Әлшер Бұрханов Қуат Әбіловке өзінің бюджеті аз болғандықтан, кейін еңбек ақталып жатқаннан кейін қымбат сыйлықтар арқылы және де ақшалай арқылы оған берем деп келіскен. Алпакингтен бұрын, бұл қаяқтан не үшін келіп жатқанын айтайық та? Давай, айтайық. Әлшер Бекшердің бізге сыйлап жатқан макбугі, Баян Сұлу екеуінің. Ашшы, мына яғын. Көтерші. Қара түсті ма? Алла қаласа осы жылғы декабрь айының 20 бүгінде, 21-іне дейінгі осы 7 айдың ішінде Баян Сұлудың шығарған хиттарыны байланысты бізге алғысы осы алып беріп жатқан.
Және де Әлішер Бұрхановтың Қуат Әбіловке ақшалай сыйақы ретінде де перевод жасап жатқанын өз көзіммен көрдім. Мен артист ретінде ол мәселеге араласа алмадым, өйткені ол жұмыстың барлығы продюсердің жұмысы еді. Ал ұмытсам да әні толықтай менің әнім. Негізі болып жатқан бұл мәселелердің барлығы алдында өздеріңіз естігендей, мен продюсермен жұмыс тоқтаттым. Соған үлкен қатысы бар. Бірақ көптеген құпиялар бар, үлкен мәселе бар, кейіпкерлер бар. Оның барлығын кейін айта жатармын. Маған неше түрлі пікірлер, жазбалар, комментарийлер келіп жатыр. Мені қолдап та жатқан адамдар бар. Сіздерге көп-көп рахмет. Ал шын мәнісін білмейтін адамдарға айтқым келеді. Бұл жерде сіздер білмейтін үлкен мәселе бар. Ол мәселені жақында мен дәлелмен, соттың үкімімен бірге алып көрсететін боламын. Оған дейін күтіңіздер.